үшін асқар едің, шын асқақ. Сенсіз қалды жанымызда тымақсап, жанарларды жәудіретіп мәңгілік. Кеттің әке, жанымыздан жырақтап. Жадымыздан өшпес мәңгі әкешім, анаға жар, ал біздерге әкесің. Балаларың, немере мен шөберең, бәрі сені сағынуда әкешің. Жабырға тартады жаным мұң. Бүгін әкелерін сағына еске алып, дұға оқытып отырған Зайыр ұлы Тілеубек атамыздың ұрпақтары жүректегі мұңды сағынышын жеткізеді. Оқыған дұға тілек қабыл болып, әкеміздің жаны жанатта болсын дей отырып, оның жарқын бейнесін сағынышпен еске алады. Сен едің асқар тау айбыным, енді оның айтамын қай бірін. Сен барда көңілім ортаймай, алаңсыз өтетін ай күнім. Әкеден артық қорған, одан артық асқар тау бар ма жалғанда шіркін. Әке қиналғанда демеуің, сүрінгенде тірегің. Бірақ сол тіректің де бір күні о жалғанға сапар шегетіні айқын нәрсе. Сексен бір жыл жарық дүние жасаған Зайыр ұлы Тілеубек ата 1942 жылы 1 қыркүйекте Павлодар облысы Баянауыл ауданы Теңдік ауылында дүниеге келген. Соғыстың отты жылдарында туған, ол кездің балаларының балалық шағы қандай болғаны әркімге аян. Жастайынан қара жұмысқа, еңбекке араласқан ол өз өмірін мағыналы да мәнді өткізді. Ата-анасының, ел жұртының ақ батасын алған Тілеубек ата еліне сыйлы, қадірлі жан болды. Өсірген бағып тербеп, аналар болғаныммен, әкенің орны бөлек. Әкелер асқар таулар, бақытқа бастағандар, көтеріп өмір жүгін, бәйгеден қашпағандар. Сол үшін әкелерге, сол үшін әкелерге тең келмес басқа жандар. Ата кәсіп мал бағумен айналысқан ол қажырлы еңбегінің жемісін көрді. Өмірлік серік етіп таңдаған жары Шәмшиямен 55 жыл отасып, екеуі 10 бала тәрбиелеп өсірді. Балаларына өнегелі тәрбие беріп, ғұмыр бойы оларға қамқор болды. Туған туыс, дос жаранға да қадірледі. Оларға да ешқашан көмек қолын аяған емес. Сол үшін әкелерге, сол үшін әкелерге тең келмес басқа жандар. Болды рас дертің күшті қайғы содан, ажалдан құтылып ет қайқы саман, ішінде 10 баланың отырса да, жылайда жалғызсырап байқұс анам демекші. Тілеубек атамыздың жанжары Шәмшия апамыз бірге отасқан серігіне тек пейіштің төрін, амал дәптерін оң жағын тілейді. Екеуінің мұңы да, қуанышы да, әні де бірге еді.
Önümdeki kara gözlü sözlü Şahuttan da Önümdeki kara gözlü sözlü Şahuttan da Өзіңді армандап сағынғандай өмірмен сүрім емес мүмкін әкешін сағындым ғой Ер міндеті ағаш егу, ұрпақ өсіру, үй салу десе, Тілеубек атамыз осының бәрін абыроймен орындады деп айтуға болады. Біртуар азаматымыз Қаныш Сәтбаевтың әке-шешесі жерленген айрық фермасына былтыр үй салдырып, арманы орындалған екен. Оның осы үйінің сырты малға, іші жанға толып, оның ұрпақтары көбейе берсін. Ата аманатын сақтайтын тек өнегелі, үлкен отбасы болсын дейміз. Papa ve mamanı şüküreyim. Firmaya git paramsız. Papa? Mama? Oylayan artağı maksatlarını orundalabilir. Yağışın sana bırakışılı bu. Zamanlarını yaksarsın, gelişik koyun. İyi alımlar, şamiliyet alımlar. Uyanlar minggu, Emine şöbürlerime söylemiyorsun. nokas minggu. Сағындым Amin. ғой қиналдым тағдырға бағындым ғой Сен кеткенде жанарларда жылаптым. Жігеріміз кетті сынып, сұлап мың, жан әкешім, жаның болғай әрқашан, ең ерекше ақ төрінен жұмақтың. أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي وصار الدمع يجري يا إلهي خذ بقلبي للرشاد